Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен қызылша сорпасын әзірлеуді ұсынамын. Менің арнама тіркеліп, өз ойларыңызды білдіріп, мені қолдап кетіңіздер достар. Міне бәр керек затымызды осылай дайындап аламыз. Қызылшамызды, сәбізімізді үккіштен өткізіп, қызып тұрған ыдысымызға бір ас қасық сұйық майымызды саламыз. Құямыз дегенім ғой. Пиязымызды майдалап, төрт бұрышты етіп, барынша майда етіп турап аласыздар. Майға пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Артынан сәбіз. Қыздар, мен тұз қоспаймын, өйткені бульонда менде тұзым бар. Бульонға тұз қосылған. Дайын бульонды үстінен құямын. Қазір көресіздер. Сәбізіміз кішкене тушить етіліп, буда буланып, буландырастар, парить етесіздер. Тушить еткеннен кейін артынан қызылшаны саласыздар. Қызылшаны да әспеттеп қуырып, жаңағыдай жақсылап қозғап аласыздар дағыны. Бетін жауып, астын баяу отта тушить етесіздер. Міне қараңыздар, осылай барлығы салған көкөністеріміз өз формаларын бәсеңдетеді. Ары қарай дайын бульонымызды құямыз үстінен. Қыздар, сіздерге алдында көрсеттім ғой, бульонды осылай мен тоңазытқышта сақтап қойып қоямын. 3 күнге, 4 күнге тұра береді. Ал тоңазытқышта сақтасаңыздар, морозильный камерада сақтасаңыздар, ол тұра береді. Пластмасс контейнерге құйып қойып қойсаңыздар. Сол бульонда піскен картопымды алып, піскен картопты салдым мен. Қараңыздар, қозғап, тұз самаймын. Сорпамның тұзы бар. Міне дайын болды. Небәрі 35 минутта дайын болатын тағамның түрі, және өте пайдалы. Қыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Жеңіл тамақтың түрі, свекольный суп деп айтады, яғни қызылша сорпасы. Аскөкті қосып, қалауларыңызша қаймақпен ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін.